Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма жазыл, лайк басып, колокольчик басып кетіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді және өте әдемі көрінетін осындай сүзбелі пирог дайындайтын боламыз. Қараңыздар, ішіндегі начинкасы да, сырты да, биті де өте әдемі. Ол үшін біздер ұнымызға жарты чайный ложкалар разрыхлитель етелімізді, тұзымызды салып, және де қантымызды салып араластырып аламыз. Және де арнайы дайындалған ыдысқа салып ұнымызды, оның үстіне сары майымызды саламыз. Сары майымыз бөлме температурасында болу керек. Жақсылап ұнмен бірге барлығын араластырып аламыз. Неге осылай араластырып алдым? Және де оның үстіне бір тұқымымызды салып, және де кішкене жылы суымызды құйып, қамыр дайындаймыз. Неге осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шықты, салабанға салып демалтып қоямыз. Оған дейін біз начинкасын дайындайтын боламыз. Начинкасын дайындау үшін маған творог керек, және де қант керек. Барлығын салып араластырып аламыз. Крахмал керек, кукурузный крахмал болу керек міндетті түрде. Одан кейін ванильный сахар салдым и тұқым жұмыртқа салдым. Барлығын блендердің көмегімен араластырып аламыз. 2 столовый ложка қаймақ керек болады, және де барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қаймақ менде 20%. Негізі жирностысы 20% болған жақсы. Енді мысалға одан да төмен процент болса, ол да негізі болады. Блендердің көмегімен жақсылап бір келкі масса шыққанға дейін жақсылап араластыру керек болады. Неге осындай менде сұйықтық шықты. Начинкамыз дайын. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Қамырды осылай жайып алғаннан кейін ыдысыма осылай орналастырып алдым. Жан-жағын бәрін түзеулеп, ішін тесіп қойдым. Және де начинкамды құйдым үстіне. Неге барлығын құйып алғаннан кейін оның үстіне әртүрлі жеміс-жидектер салсаңыздар болады. Менде вишнядан жасалған начинка болатын, алдын ала жасап дайындап қоямын. Мен соның үстіне салып жібердім. Сіздер әртүрлі жеміс-жидек қолдансаңыздар да болады. Неге қызып тұрған пешімізге салып 30-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Неге мен пирогым дайын, суытып, кішкене суығаннан кейін кесіп көрсететін боламын. Неге осындай арасы осындай болып шығады. Өте дәмді, шаймен ішкенге өте керемет. Қонаққа қойсаңыздар да өте керемет. Осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріп, жақындарыңызды қуантыңыздар. Ас болсын баршаңызға. Рахмет.